қатыстырмақ қояйын, себебі қазір аяқтан Месси жанкелер деп қалды бірден. Ешкімде мүмкіндік болған жоқ. Испания құрамасы барда. Сондықтан Англия үшін 3-ші орын меніңше енді алып кеткенде осында ойымен енді қате болатын еді. Әділетсіз болатын еді. Мен бірақ көкірегілер Мессиге қарап бүйтеді ғой. И сразу ана бүйтіп жапқан жоқ. Испания құрамасында өзінің репутациясы негізі өте нашар ойыншы ғой. Енді ойыны жақсы болса да, бірақ та баршаларыңызға сәлем, сіздермен футбол жолы YouTube арнасы. Әдеттегідей сіздермен мен Арслан және бізде қонақтар бүгін Әлімжан және Есет. Жігіттер енді қуанышқа орай дейсек те болады енді. Кімнің қуанышына, кімнің өкінішіне ғой бұл жерде. Әдеттегідей біздің бастық спорттық серіктесіміз Алимбет. Егер сіздер FIFA-ның оригиналдық тобын жеңіз келсеңіз, каналға тіркеліңіздер, закрепленный комментарийға өтіңіздер. Алим спорт әрқашан көбірек. Әлем чемпионатын аяқтадық. Әдемі осы әлем чемпионаты болды. Біреу енді сөгіп жатыр, ұзақ болды, матч көп болды деген сияқты. Енді өз ойым бір әдемі әлем чемпионаты болды. Бұрын қарағанда қыста емес жазда көрдік деген сияқты. Енді басты матчқа жігіттер өтпей тұрып, бір кішігірім 3-ші орынға да кішігірім 3-ші орындағы бір ойын туралы айтып кетсек, Англия, Франция, енді білмеймін, бұл ойын товарищеский матч болды ма, показной матч болды ма, өз ойларын айтып кетсеңдер. Ол 3-ші орынға таластың матчтары өз сондай болады ғой. Қашанда әдемі бұндай емес еді. Прикол болып кетті ана ойын емес. Біраз бопты көрмегелі сөздің ішіне. Бұл жерде андай сияқты. Былай қарапсақ, екінші құрамның көп ойыншылар шықты ғой. Мынау ойнамаған ойыншылар енді екінші демей ақ қойыңыз, 1,5-ші құрам деп айтайықшы. Көп ротациялар болды. Сол Англия қақпасында да Хендерсон шыққанын көріп отырмыз. Көптеген басқа ойыншыларда негізгі құрамнан орын таппай жүрген Францияда солай Эрнандестер шығып отқан болатын. Жалпы ойыншылар андай болады ғой, достарыңмен кешке жиналасың, 2 сағатқа полені арендовать етесің, 1,5 теңгеден тастайсың, сөзесінде ортаға бір блок кола қоясың да кеттік дейсің ғой. Тура сондай болды, кәдімгідей патар, гол, кәдімгідей ойыннан кейін. Коланың орнына кола болып тұр ғой. Коланың орнына кола болып тұр, кәдімгі ойыннан кейін барлығы құшақтасып, бір үйдің баласы сияқты, баяғыдан бір екеуі Франция мен Англия бірге болып, соңғы кезде бір бөлініп кеткен сияқты вообще. Керемет бір футболдың европалық бір мәдениетті көрсеткен болатын. Жалпы бұндай да керек қой. Себебі кеше енді қарадық, финалда енді оған келеміз ғой. Қазір кәдімгі тактика, әрбір қате шешім, ол тым бағалы да. Бұл жерде ойыншылар рахаттанып, кайфовать етіп ойнады деп ойлаймын. Сол 3-ші орынға талас басталар алдында бәрі жазды ғой, не үшін керек ол? Қола медаль деген, былайша айтқанда турнирлік маңызы жоқ, жартылай финалда жеңілген 2 команда, мотивациясы жоқ, олар тезірек қайтқысы келеді деген секілді әңгіме өте көп болған. Бірақ қола медальдің бір жақсы жері осы үлкен бір іс-шара алдындағы бір шоу матч сияқты ғой. Екінші құрамға біріншіден мүмкіндік, мысалы Хендерсондар қашан әлем чемпионатында алаңға шығатын еді, осындай матч болмаса. Тек бір жаман жері біз үшін түнгі 2-де басталғаны ойынның. Себебі мен бірінші таймдағы 4-0-ге ұйықтап қалдым. Мен де. Сөйтсем 6-да 4 болыпты олар. 12-де болса соңына дейін көріп тастауға болар. 4-0-ден кейін де жалпы ойлайсың ғой, болды ғой, бітті ғой деп. Бірақ енді ұйықтамайсың да, телевизор қосылып тұра береді. Бір қарайсың 4-3 болып жатыр деген сияқты. Ана жерде мен телевизорды өшірдім де ұйықтай бердім. Сөйтсем пытырлатыпты голды. Бұл енді бір жағынан Килиан Мбаппеге жақсы болды. 2 гол соғып алды, турнирдің алтын бутсасын алды және әлем чемпионатының тарихындағы үздік сұрмерген атанды. Мұны да айта кету қажет. Осындай бір кішігірім факторлардың бәрі ойынның өзін қызық қылады ғой. Енді осы жерде Килиан туралы да айту керек. Енді көптеген әңгімелер жүрді ғой биыл. Жаңа диктатор деп жылдың соңында шықты. Біздің Ачи де оны біраз хайповать етті мен дегендей. Қарап отырсақ, Ла Лиганың, Чемпиондар Лигасының және осы әлем чемпионатының үздік сұрмерген атанып отыр. Килианның жеке басы үшін маусым керемет өтті. Бірақ енді командалық тұрғыдан ешқандай трофей отқан жоқ. Бірақ өзі кәдімгідей бүкіл ойнаған жерінде алтын бутсаны жеңіп алғанда көріп отырмыз. Және алтын бутсадан бөлек кім біледі? Килиан Мбаппе болды, ары қарай кете беретін шығар. Месси ойнай ма 4 жылдан кейін? Ойнамай ма? Қазір таңда да Есет сен айтқандай әлем чемпионатының үздік сұрмергені 22-ші голын соқты. Алда бір 2 чемпионат бар деген сияқты. Жоқ дегенде екеуі бар. Жоқ дегенде екеуі бар. Сол үшін де өсіре беретін сияқты кәдімгі Килиан. Одан қалса мынау қазір 48, 64 қалатын болса бір голдар саны 50 Килиан қалдырып кете алатын. Ол да бір жағынан мысалға Мбаппелерге жаман да, алдағы уақытта 64 қалатын болса. Себебі кейінгі буын жастар көбірек өткізеді матчты. Мбаппенің де плюсы сол болды ғой. Одан қалса андай
командаларда көп болады да, бір нашар құрамалар көп болады. бір ойында. Сол үшін де бірақ жақын арада сол 22 голды бұзатын ойыншы жоқ ау. Холландтар бар ғой. Холланд пен Норвегия құрамасы шықпай қалуы мүмкін деген сияқты бір-екі әлем чемпионатына өтпей қалуы мүмкін, иә. Енді бұл жерде басты сұрақ болып тұр енді, иә, біз түсінеміз, үшінші орынға ойын, шоу матч деген сияқты зумерларға арналған негізі матч қой. Көбісі айтамыз қазір футбол енді гол аз, жас поколенияға көру қиын деген сияқты. Содан кейін бір Америкаға маркетинг болған сияқты. Футбол осындай бола алады, бір 10 гол соғылады, әдемі гол болады деген сияқты. Басты сұрақ, егер футболға қайтатын болсақ, Тухельді қалдырамыз ба, қалдырмаймыз ба деген сияқты. Осыдан кейін енді айтып кеттік, енді Англияға ылды қысым бар, Саутгейт болды, Тухель келді, иә, үшінші орын қола, бірақ та біз білеміз, міндетті түрде Англиядан ылғи жеңісті күтеді. Осыдан кейін біз Тухельді қалдыру керек па, қалдыру басқа адамды қоямыз ба деген бір сұрақ болып тұр да. Тухельдің негізі қазір 2028 жылға шейін келісім шарты бар, Евроға шейін. Және осы жартылай финалдан кейін ақпарат шыққан еді, негізі қалады деген. Және енді былай жалпылай қарайтын болсақ, мен ол оймен келсем, себебі Тухельдің осы әлем чемпионатының іріктеуіне жүріп өткен жолы қанша бір соңғы ойында ма гол жіберді ғой өзінің қақпасына, кәдімгідей. Олар гол жібермей. Ну, бір 10 ойын ойнаса, соның бір 9-ын гол жібермей ма, или бәрін ұтып па, бірден кеғіп өтті, керемет. Топты кезеңде де жақсы ойнады. Англия кәдімгідей енді көбісі екінші таймда қосылады, анау-мынау дегеніне қарамастан, бірақ жартылай финалда бұл жерде андай да, кеше ғана осыны есет айтқан еді біздің жаңа подкастта. Егер де Тухель сол қорғаушыларды шығарып, ол тактика жұмыс жасап, сол 1-0 деген есепті сақтап қалса, айтады, молодец. Дұрыс тактикалды. Аргентинаның кәдімгідей мынау шабуылдарын тоқтатты, Мессиді Орайли мен Консамен байлап тастады дейтін еді. Біз постфактум айтып отырмыз да уже қазір. Ұтылып қойғанын білеміз, Тухель қорқып қалды, қорқақ ойын көрсетті, 11 адам болып жатып алды дегенде, енді бұл жерде футболда өмірде де болады, мысалға, оң шешім, дұрыс шешім. Айтады ғой, монета есть две стороны дегендей. Ол бір жағы дұрыс емес болуы мүмкін. Сол үшін де осындай шешім қабылдады. Бұл шешім өз нәтижесін берген жоқ, бірақ келесі жолы дәл осы шешім өзінің дұрыс нәтижесін беріп кетуі мүмкін да. Сол үшін де бұл жерден Тухельді мен бір жаман бапкер деп айта алмаймын. Өте жақсы бапкер, одан қалса Англия ұлттық құрамасының ішінде де атмосфераны өзінің жанында әдемі бір құрастырып алған, жігіттердің барлығы жақсы ойнап жүргенде, бірақ енді шынымен де кешегі финалды қарап отырып, Англия шыққанда бір қызығырақ болар ма еді деген ой бар. Себебі ойбай деген Аргентина енді қақпаға бір соққы бағыттаған. Енді 5 минут шешіп кетті. Бұл жерде Тухельді бәрібір қызметіне қалдыру қажет, себебі қола медальдің өзі көп болған жоқ Англия құрамасында. Англия, 60 жыл ма? 66 алды ғой сонда. Иә, 66 алды. Одан кейін 2018-де шықты, бірақ ол кезде 4-ші орын алды жартылай финалда. Ол кездегі Англия құрамасы былайша айтқанда ілініп салынып шыққан ғой жартылай финалға. Мына жолғы Англия құрамасы, Тухельдің командасы кәдімгі қаһарлы бір құрама. Дәл осы бапкерге сенім артып қала беретін болса, меніңше Еврода трофейге таласатын өте жақсы мүмкіндік бар деп ойлаймын. Және биыл әлем чемпионаты атанатын ешкімде мүмкіндік болған жоқ. Испания құрамасы барда. Сондықтан Англия үшін 3-ші орын меніңше жақсы нәтиже. Енді жаңа өзің айтқандай, Англия құрамасына қарап, ойына қарап, енді бір ой болды ғой. Осы құрама финалда ойнағанда ғой. Неге сендер осында ойынды Аргентинаға қарсылас болғанда неге көрсетпедіңдер деген сияқты сұрақ болды. Енді ақырындап сол финалға өтсек, жаңа өзің айтқандай 90 минут бойы, одан да көп енді не болды енді ойын? Не болғанда бұл жерде бір дәрменсіз ойын болған сияқты Аргентина құрамасынан. Бұл жерде Испанияны мақтау қажет. Себебі қазіргі таңда мысалға айтып қой, бай Франция, мен жекеме өз басым айтатын болсам, Франция чемпион болады. Мынандай шабуылдау ойыншылар тоқтату өте қиын, синтездері мықты, бір-бірімен керемет пас алмаса деп не істеді ол Францияны? Олар да қақпаға бірде-бір соққы бағыттаған жоқ. Испания кәдімгідей бұл жерде ойынды өлтірді деген кезде де неше түрлі ойынды өлтіру бар. Допты алып бермей, жаңа қорғанысқа жатып алып, кәдімгідей автобус қойып тастау бар, бірақ Испания доминирующий футбол ойнайды дағыны қарсыласқа просто мүмкіндік бермейді. Жоқ, бірақ бұл жерде Испания футболды өлтірді деуге келмейді матчта. Жоқ, енді өлтірген Аргентина. Бұл ойында жалпы допты алып қойып, қарсыласқа мысалы ойын өлтіріп отыр ғой. Иә, бұл қарсыластың ойын өлтіріп отыр, бірақ жалпы ойын өлтірген жоқ қой Испания. Кеше футбол жалпы жеңіске жетті. Қайтадан мысалы Родридің турнирдің үздік ойыншысы болғаны мен қуанып, футбол жеңіске жетті деп өзім сторис жасап қойдым. Себебі қанша осыдан бір 2 жыл бұрын ба? Родри алтын доп алған кезде барлығы шықты ғой, неге Винисиус емес, сол кезде айтқан болдым, жігіттер, бұл
футболды негізі осындай ойыншылар жасайды, осындай ойыншылар негізі футболды құрайды дегендей. Жарайды, енді ол кезде сатып алдық алтын допты. Бұл жол енді скидкамен берді ма? Тони Кросстың өзі айтып кетті ғой Твиттерда, футбол жеңді деген сияқты. Осы ойыннан кейін шыны керек, менің бір кішігірім ойым Аргентина алып кеткенде осындай ойыммен енді қате болатын еді. Әділетсіз болатын еді. Мен бірақ соны іштей ойлап отырдым. Аргентина енді ұзақ уақыт бойы гол соға алмай келе жатты ғой, соққы жасай алмай келе жатты. Овертаймда бір гол соғып кете ма деген ой болды менде. Себебі Аргентинаға кәдімгідей бір везучий әлем чемпионаты болды ғой. Жол болып келе жатыр. Сәні бір детальдар шешіп кетіп жатыр да матчтың соңында. Бұл жолда сондай бір нәрсе ұйымдастырып жібере ме деп ойлап едім. Матчтың алдында Де Ла Фуэнтенің айтқан сөзі бар. Мессиді қалай тоқтатасыңдар дегенде, оны ешкім опекать етіп жүрмейді деді. Командалық ойынмен тоқтатамыз деді. Шынымен бір Мессиді бір арнайы, мысалы Родри жүрген жоқ оны тоқтатамын деп. Командалық ойынмен Тухельдің қолынан келмеген дүниені жасады Испания. Бұл Мессидің өзін жабу емес, Мессиге пас беретіндерді жабу. Мессиге допты жеткізбей қойды, Месси мүлдем көрінген жоқ. Аргентинада енді Мессидің ойыны жүрмесе болды деген сөз. Бәрі шашылады. Және одан қалса мынау Скалониде бірінші таймнан кейін бірден өзгеріс жасады ғой, жаңа Ника Гонсалестің орнына Леандро Парадес шығарып ше, ол жерде енді ойлады, мынау алаң ортасында біз көп жеңіліп жатырмыз, жаңа Руис пен Родриго допқа көп иелік етіп жатыр, дәл осы қарсыластың шабуылын тоқтата алатын, допқа таласылатын ойыншылар шығарамыз деп Парадес шығарған еді. Парадес бірақ бұл жерде шынымен футболға шықпаған сияқты. Шыға сап бір сарғаз алды, одан кейін ойынның соңында да біраз қырылды. Негіз Парадес қуылып кету керек еді ғой. Ана жерде бір штрафной кезде де кімнің бір Ольмоның ба біреудің айбалаңына жақын жерден ба? Аяғынан теуіп дегендей, бірақ енді Винчич кешірді. Бірақ енді Энсонікі қанша жерден Челсидің ойыншысы болса да, Аргентинаның бір ұнамайды. Жалпы аргентиналықтардың бір ұнамайтыны, мен оны бұл әлем чемпионатына қатыстырмақ қояйын, себебі қазір аяқтан Месси жанкелер деп қалды бірден. Не айтады екен, не хейт жазады екен деп ше. Футзалдан айтайыншы, ешкімге тимейді деп. Футзалдан біз ойнадық, әлем чемпионатында осы Қазақстан ұлттық құрамасы тиісемайтындай айтайды деп атқан ғой, Қазақстан ұлттық құрамасына қарсы деп. Жылай береді ше, минимум контакт, құлайды, айқайлайды, судьяға давление. Жылай береді, біздің ойыншыларға тиіседі, бір жануарасты ұрып кетеді, Дугласты түртіп кетеді, аяғын басып кетеді, грязный да. Сосын ойыннан кейін балалардан сұраймын, сендер неғып бүйтіп ойнамайсыңдар? Сендерде де қол бар, сендерде де шынтақ бар ғой. Арнольд екеуміз отырмыз, неғып анан бір мыжғыламайсың, Арни дәуісің ғой сен десем, айтады, брат, бізде ондай жоқ қой дейді да. Аргентинецтер бұндай сондай енді жақын соған деген сияқты. Тырнақшаның ішіне айтайын, собаки деді да. Солай ойнайды олар деп ше. Сол сияқты бұл жерде енді сөйтіп қайт футболға келетін болсақ, өздеріңіз көрдіңіздерге ше. Кәдімгідей Энсо өте нашар тірлік жасады. Кубарсидің аяғын жұлып кетейін деп бейшараны кәдімгідей 1,5 оборот айналдырып жіберді. Және фол жасайтын кезде екі көз допта емес қой. Бар ойын Кубарси сияқты ұмтылып бара жатыр. Бұл жерде бәріміз Аргентина агрессияға өте жақын команда, цепной пес дейді ғой енді. Сол сияқты, енді бірақ бұл жерде сол агрессия өздеріне бір қате болған сияқты. Өйткені сол жерде негізгі бір қауіпті момент болған жоқ қой. Алаң ортасында ғой. Алаң ортасында Энсо өзі білу керек қой. Басында емес, сарығаз бар деген сияқты. Ол контактқа жүрмесе де ешнеге болмайды да. Энсо меніңше жаңып кеткен сияқты. Аргентинаның өзі ойнап жатқан жоқ, допсыз ойнап жатыр. Сол эмоциясын ұстай алмай қалған сияқты. Бар жүгіріп, қанша 90-шы минутта ешқандай бір қауіпті шабуыл болған жоқ. Енді сол жерде енді төрешімен сағаласып, жоқ, бұл сары қағаз емес деген дым қате сияқты. Бәлкім ода сары қағаз болмағанда қызыл да қағаз беретін жағдай сияқты анау бір. Сол арқасында Парадес тырғалып қалды ғой. Өйткені 1 минуттан кейін Парадес сондай бір фол істеді, бір ойлап, ладно, қате болады енді. Мессидің ең қызығы сол жаңағы Энсо ойын тәртібін бұзған кезде көкірегілер Мессиге қарап бүйтеді ғой. И сразу ана бүйтіп жапқан жоқ. 3 саусағын жапты, қолын тартып и Месси қарасаңыздар, қайталап қарап көрсеңіздер, дейді. Месси тұрады. Ана ағалар кішкентай баланы, кішкентай інісін ұрып жібереді, мамасын айтып қоймасын деп айтпайды. дейді ғой, сол сияқты. Көкірегілер кәдімгі өлгенше күлгенсің ғана жерде, айды. Бірақ енді шынымен футбол жеңді деп айтып отырмыз ғой, біз бұл жерде Испания кәдімгідей полный доминация. Доминация болғанда қайтадан айтамыз, ол допты алып әшейін жүре береміз. Көптеген соққылар,
көптеген қауіпті сәттер бірінші таймның өзінде де Ламиннің қанша мүмкіндігі болды, қорғаушылардың аяғы тиіп кетті. Енді Мартинесті мақтауымыз керек. Эмилиано, біреулер Дибу деп жатады. Мартинес кәдімгідей керемет ойын өткізді. Ұлттық құрамасын бұл жігіттің қалай жанкешті ойнайтынын біз білеміз. Жалпы есептің 1-0 болуы бірінші кезекте Мартинестің арқасы ғой. Негізі баспен. Негізгі уақыттың өзінде бір 2-0 еп қойып Испания жалпы ұстай алатын болған. Бірақ енді Мартинестің сейфтары, енді қорғаушылар да жанкешті, әйтеуір аяғын тосып үйтіп қайтарып жіберіп жатқан кездері болды. Бірақ Аргентинаның мен шынымды айтайын ортасын дәл осы мақтаған Паредес, Де Пауль, Макалистер, Энсо Фернандес және шабуылдағы Альварес, Месси жұбын бұл ойында сөздің ішінде көре алмадым мен. Көре алмағанда андай көре алмаймыз, ойында жоқ болды просто. Бұл жерде әр әлем чемпионатында ғой біз міндетті түрде бір ойыншыны таңдаймыз ғой. Мысалы там Франция жеңген кезде Мбаппе, Погба деген сияқты келесі әлем чемпионатында Месси, Ди Мария дедік. Бұл жерде бір ойыншы жоқта таңдайтын. Осы ойыншының арқасында Испания жеңіске жеңді деген сияқты. Бұл жерде бас адам болып тұр ғой. Команда әр позициядағы әр ойыншы өз орнын біледі, позициясын біледі, қалай ойнау керек деген сияқты. Өйткені шыны керек мен басымда ой болды, кім осы әлем чемпионатындағы мықты ойыншы. Ойладым бір маркетинг жақтан енді Мессиға беріп әдемі бітіретін бір жағдай болар деген ойладым, бірақ Родриға берді. Бұл әділетті түрде. Финалдан кейін Мессиге берсе кәдімгідей шу болатын еді ғой негізі. FIFA деген сөз бар ғой енді. Жалпы Месси ұтылсын, дәл осы әлем чемпионатының алтын добын алады екен. Мен де солай ойладым, себебі турнирде кәдімгідей үздік болды ғой Месси. Тек финал әсерді қатты құртып жүрген сияқты. Финалда түк істей алмағаннан кейін ұялған сияқты. Хотя бір гол соқса беретін еді. Мысалы 2-1 қылып ұтылып қалса, Месси сол бір гол соқса, жоқ беруге лайықты. Жақсы әлем чемпионатын Месси керемет өткізді, гол соқты, мысалы рекорд бұзды, соңына шейін Мбаппемен таласты дегендей. Месси де жаманшы, айта салайыншы. Турнирдің ең бірінші ойынында ол тарихтағы үздік ойыншы атанды да, үздік сұрмерген. Турнирдің соңғы матчында айырылып қалса ол атақтан. Бір үздік клозе мысалы бірнеше жыл бойы әлем чемпионатының тарихында үздік сұрмерген болды ғой. Месси 1,5 ай болды да. 1,5 айдан кейін айырылып қалды. Енді ол жерде мысалы әр матч сайын мысалы біз Ольманы мақтадық, бір ойында Пораны мақтадық, бір ойында мысалы енді осы ойында күтпеген жағдай Ферран Торрес басты гол соғып отыр. Енді Барселонада Испания құрамасында өзінің репутациясы негізі өте нашар ойыншы ғой. Енді ойыны жақсы болса да, бірақ та әр көрермен үшін ой Торрес па тие алмайды, гол соғып отыр деген. Ата жамандап салған ғой оны. Кабо Вердеге қарсы ең бірінші ойыннан кейін керемет гол соға алмай қалды ғой. Содан кейін енді әр адамның бір ойы бір мына ойыншы неғып жүр деген ой болды ғой. Енді гол соқпады осы әлем чемпионатына, бірақ та жетіре шықса да соған қарамастан осы жердегі бір герой болып тұр ғой. И әрбір ойында Испания құрамасында бір герой болып пайда болып тұр да. Соған қарағанда мен ойлаймын, алтын доп негізгі шын алтын доп ол Де Ла Фуэнте ғой. Негізі осында құраманы жинаған қайтадан бір Испанияның енді эпоха дейміз ғой енді. Команда бір өзінің келесі әлем чемпионатына немесе чемпионат Европа тағы да бір мықты құрама жинап бұрынғы легендалар көрдік қой трансляцияда. Касилис болды, Пуйол, Хави, 3 үлкен турнир жеңген подряд. Сол сияқты бәлкім бір құрама шығып қалуы мүмкін, өйткені әлі бәрі жас деген сияқты. Біз енді плюс-минус қатарласпыз ғой барлығымыз. Испания дәуірін көрдік қой біз. 2 рет Евро жеңген, 1 рет әлем чемпионатын жеңген. Кәдімгідей қатарынан 3 мықты турнирді жеңді. Сол сен айтқан құрам, Пуйол, Касилияс, Фернандо Торрес, Хави Алонсо, Рамос, барлық, Хави, Иньеста барлығы болған. Испания қазір мысалы қарасақ Евроны жеңді. Евроны сенімді, кәдімгідей қиналмай жеңді. Одан қалса міне қазір әлем чемпионатын қиналмай кәдімгідей жеңіп отыр. Және алдағы болатын 28 жыл осы Ұлыбританияда өтетін Евроны қазір басты фаворит Испания болды. Әрине. Себебі мына ойыншылар, мысалы Кубарси кеше ғана 19-да да, ол кезде ол 21-де болады. Ол піседі әрі қарай. Ламин де піседі мысалы. 21 жаста Кубарси ұлттық құрамадағы карьерамды аяқтай салам деуі мүмкін ғой. Бәрін алдым деп. Кукуреле сияқты. 27 жасында. Кукуреле жақсы 27 жаста ол біраз ойнап жүрді. Айтпақшы, Кукуреле бетіме Де Ла Фуэнтенің татуировкасын салдырам деп еді ғой. Әлем чемпионатын жеңсе. Сол салдыру мүмкін негізі, одан шығады сәл-пәл не ғой? Бәрі жаңа айтқанда бәрі жас қой. Ямаль болсын, Педри болсын, Ольма, бәрі Гавилер мысалы қосалқы құрамда отыр. Иә. Педри қосалқы құрамынан шығып отыр ғой, не дейсің мысалы?
Барселонаның осы маусымда бұл жерде бір енді бір ветеран дейтін айтатын ойыншылар енді бір Родри, Лапорт деген сияқты ойыншылар ғана бар. Енді бәрі жас. Осы ойынға қарап енді шыны керек бір қорқатын жағдай болып тұр. Мына Испания құрамасы ары қарай дами берсе не болады деген сияқты бір гегемон болуы мүмкін. Шыны керек. Болуы мүмкін болғанда енді ашығын айту керек, гегемон ғой. Енді келесі әлем чемпионатына Еуромен әлем чемпионатын алып тұр қатарынан жеңіліссіз бәрін сенімді жеңді. Қазір кәдімгі ресми түрде Испания құрамасы құрама деңгейінде гегемон. Мен андай жағдай болып тұр енді Аргентина 2 рет әлем чемпионатының финалына жетті. Бәлкім енді Испания құрамасы 2 рет әлем чемпионатының жеңімпазы болуы мүмкін да. Мынандай ойынмен, мынандай Қатар жас ойыншылармен. Оның үстіне өз елінде. 2030-да Испанияда, Португалияда және Мароккода. Үш елде болады, бірақ финал Мадридте Бернабеуде өтеді. Енді осы оған қарап шыны керек. Мен бір айтатын жағдай, алдындағы подкастқа мен айттым, негізі Реал Мадридтің Роналдоның фаны болса да, мен негізі Мессиға жанкүйер боламын деген сөз айттым. Өйткені әлем тарихындағы бір осындай ойыншы жақсы бір өзін тарихын аяқтаса ғой деген ой болды да. Бірақ та шыны керек сол кешегі ойынға қарап енді ол ойым толықтай өзгеріп кетті бір. Осынша 40 минутта Аргентинаның ойына қарап, оның ойыншыларына қарап, енді матч біткенде Паредестің қылықтарына қарап шыны керек осындай ойыннан кейін Аргентинаға бір жанкүйер қалған адамдар өте аз сияқты. Бір Мессидің фандар болмаса шыны керек объективті түрде мынандай ойынға қарап мен бір көбі солай. Негізі мысалы Лионель Месси әлем чемпионатында енді ойнамайды. Ол соңғы әлем чемпионаты деп айтты ғой. Ойнамауы мүмкін дейікші. Ойнамаймын деп өзі ресми айтты ғой. Өзі ресми айтты. Көп болса бір Америка кубогына қатысады. Аргентинадан кеттім деген еді, кезінде Чилиден атылған. Жүр ғой, гүл жайлы. Енді 2033-те 43-те болады Месси. Кім біледі? Бір 20 мен әлі бір нүктесін қойған жоқ сияқтымын. Как будто Месси. Жоқ, енді меніңше бұл болды. Сендер анау просто қимай жатсыңдар да. Месси мен Роналду болды. Болсын. Әлем чемпионатына қатыспайды енді. Соңғы ойындарын өткізді. Сол Мессидің соңғы ойыны осындай болып қалғаны жаман да. Бірақ енді құрамадан кетпейтін шығар. Бір Америка кубогына ұтып кетуі керек негізі. Соңғы ойын жаман дегенде әлем чемпионаты финалмен бітіріп кетті. Ол негізі жақсы. Роналдумен салыстырғанда әрине күшті әрине. Бірақ жаңағы Мессидің өзінен біз көп нәрсе күттік қой бәрібір. Бәрібір көп нәрсе күттік. Аргентина жеңсе Мессидің арқасында жеңеді деген ғана ой. Ал Мессиді, просто мен Мессидің дәл осындай бір дәл осылай ойнап жүргенін мен біраз болып көрмегеніме. Потому что МЛС көрмейсің ғой. Жоқ, тіпті мысалға ПСТ-да жүргенде. Мен көрем, таңғы 6-та тұрып. Да? Иә. Енді шыны керек. Өтірік айтамын бірақ. Сен айтып тұрсың да Мессидің осындай ойынын көрмедік деп тұрып қой. Бәрінде түсеміз енді Месси 39-да. Бірақ та оның алдында Испанияда полуфиналда Мбаппенің ондай ойынын көрмедік, Алисаның ондай ойынын көрмедік, Дембеленің де ондай ойынын көрмедік, ешқандай матчтарда. Жоқ, Мбаппенің ондай ойынын көрдім мен емес, шынымен. Бар ондай. Енді онда енді әлсіз ойын мен кішін көрмедім. Ондай атакующий трионың, ондай осы әлем чемпионатында болсын, там Алисаның Бавариядағы ойындарына қарасақ, ондай әлсіз ойын көрмедік. Өйткені бұл Испанияның мықты ойыншыларының көп та. Мықты ойыны, Де ла Фуэнтің қойған ойыны шыны керек, бұл құраманы қалай жеңеміз деген сұрақ болып тұр. Қазірше Кабо Верде ғой кәдімгідей. Кабо Верде Испаниядан да жеңілген жоқ. Аргентина анау за третье место ойнатпай қола медальді бере салу керек деді ғой Кабо Вердеге. Соған лайық болды. Және былай алып қарасаң, Испанияны жеңуге ықтимал түрде мүмкіндігі көбірек болған меніңше Португалия. Себебі салыстырмалы түрде ғана ше. Ол жақтан да Испания фаворит болды ғой, көбірек шабуылдады. Бірақ салыстырмалы түрде 88 ба 92-ші минутқа дейін болды ол кезде. Мерино гол соққанға дейін. Және Португалия әйтеуір жоқ бір шабуылдап тұрған сол кезде. Ұмтылыстар болды Португалияның. Соны алып қарасаң, Францияда мүмкіндік болған жоқ, Аргентинада мүмкіндік болған жоқ. Анау нелерді басқаларын айтпай қояйық енді. Оған дейінгілер. Португалия ғана сәл-пәл жолы болмай қалған екен ғой сөйтсек. Испания секілді құрамаға тап болды. Постфактум қарасақ, негізі Португалияның ең бір мықты ойыны болған сияқты. Өйткені ол кезде көп сөйттік қой. Витиньяны, Невичті, Роналдоны қалай жеңіп қалдыңдар деген сияқты. Бірақ та былай қарасақ, постфактум Португалияның ойыны негізі жаман емес болыпты. Қазір қарап отырсақ, бірақ енді Испания бұл жерде андай да қайтадан Де ла Фуэнтеге келетін болсақ, мықты бапкер ғой. Сенің оң қапталыңда ағылшын премьер лигасынан ұшып кетейін деп жатқан ойыншы ойнайды да, Педро Поро. Сол қапталында кәдімгідей былтыр быт маусым өткізген Кукурелле мысалға. Қорғанысың орталығында
жақында ғана Сауд Арабиядан қайтып Атлетикке оралған Ляпортта былай қарап тұрсаң барлық андайлар да бүйтіп дегендей. Бірақ сол мысалға керемет команда жасайды, одан қалса қақпаға Унай Симон айтады, жоқ, мен бірінші номерім Унай Симон дейді. Гарсияда емес, Раяңа алтын қолғаптарымен АПЛ-дың отыра берсін запастайды. Мен Унай Симонды қоям дейді, Унай Симон не істейді? Бүкіл турнир бойынша бір-ақ гол жібереді. Үйтіп ол гол жібергенде оны жерден алып жерге сап, оның Кателарин қайтармады, бүйтіп бұра салды дегенде ше. Бірақ қарап отырсаң, Унай Симон кәдімгідей дәл осы жүйеге келетін қақпашы. Және анау мынандай әңгіме бар ғой, Унай Симон гол жібермейді, себебі қорғаушылар соққы жасатпайды ғой оған. Енді ол да бар. Бірақ кеше мысалы өзі сейв жасаған жоқ қой ол. Сейв жасамаса да мысалға қақпадан жер кезінде шығу неше рет шықты. Месси бірінші таймда бір жүгіріп барады. Иә, алып шықты. Мен бірге бір кетті десем, аяқтан Симон тұр ғой же. Камера үлгермеген даже көріп тұрсыздар. Сол Унай Симонның сол айып алаңында менмін деп тұр ғой. Иә. Ол соқ болсын болмасын Унай Симон кәдімгідей өте сенімді ойын, сондықтан жаңа қақпаға не үшін шығып жүргенін көрсетті ғой өзіне. Иә. Бұл жерде енді әрбір ойыншы, мысалы Ойар Сабальды айтып отырмыз ғой біз. Оған да келетін болсақ ше. Ойар Сабаль дегенің бір Испанияда жақсы ойыншы болып саналады. Бірақ әлемдік деңгейде білмеймін мен топ 50-ге, даже бір топ 70-ге қазір қиын-ау. Әлем чемпионатына дейін. Иә, қосуға мүмкінсің. Бірақ әлем чемпионатына дейін маған бір осы қазіргі ойыншылардан жаса десе, топ 50. Соның бір 38 АПЛ-дан болады-ау. Ойар Сабальды ұмытып кетемін мен тіпті ше. Жоқ, ол жерде топ 50-ге точно кірмейді, себебі мысалға 40-ы АПЛ-дан шығады оның. Испания мен Реал мен менде ғой 40 АПЛ-да шығар. Әлем бойынша 40 шығатын сияқты меніңше. Реал мен Барсадан 15-15-тен шығайын деп тұр ғой негізі. Жұлдыздар бар, екі жақтада. PSG мен Бавария бар. Топ 100-ге кірмейді даже. 100-ге деген мысалға да. Бірақ қарап отырсаң, Испанияны сүйрейді. Яғни бұлған қайтадан сол алып келесің Де Ла Фуэнте. Иә. Мысалы ойыншыларға Байена сол ғана. Атлетикода қосылып құрамда отырған футболшы ғой. Байена мысалы. Шыны керек, Педри жарақатпен келді деген сияқты, Ольма жарақатпен келді, Фабиан Руис бір ПСЖ-да басты бір ойыншы емес, Родри қиын бір сезон болды, Ситидағы әзер өз формасын жинап деген сияқты. Енді Имальді деп жүр, бірақ ол да жарақатпен келді, бір керемет турнир өткізген жоқ, шыны керек. Әйтеуір бір игрок функция болып жүрді, өз креативімен, кей кезде паспен, бір басты топ жаратын ойыншы жоқ, стабылатыншы. Франциядағы бір Мбаппе болсын, Алиса болсын, мысалы Аргентинадағы бір Месси, бұрынғы кезде Ди Мария, Англиядағы қазір Бейлингем, Кейн сияқты бір топ жұлдыз ойын жоқ та. Осы құраманы тартып тұрған деген. Команда бар бірақ. Команда бар. Мәселе сол. Анда ғой FIFA-да Испанияны ешкім алмайды ғой негізі. Кірсең бәрі рейтингтер бір 78, 81 шанами қалай жеңесің деген ойда. Бірақ та шыны керек, осы рейтингқа қарамай, осы ойыншылардың бір мастерствосына қарамай, Де Ла Фуэнте керемет бір өлем, шыны керек енді бір күтпеген маған жағдай болды. Мен ойладым, бір Еврода бәлкім үйтіп бір фортуна болып кетті деген сияқты құрамаға қарадым да, ойыншыларға қарап мен шыны керек сенбедім. Бірақ та маған басты бір қызық жағдай, осы цикл біткен соң Де Ла Фуэнте клубтық футболға келсе қандай бапкер болады деген ше. Ол құрамада қалай берген дұрыс ау. Висенте Дель Боскен жолын қылады. Жалпы андай бапкерлер бар ғой, құраманы жұмыстан жақсы көреді. Лев деген сияқты. Йоахим Лев бұрынғы мысалы бұрын сол Дель Боске қанша жетістікке жеткізген еді, сол сияқты қала береді. Себебі енді сен Европа чемпионсың, әлем чемпионсың, алда бір евроны өткізіп алсаң, ары қарай өзіңнің еліңде әлем чемпионаты болайын деп тұр. Сол үшін де керісінше Де Ла Фуэнтенің қазір Испания футбол федерациясының алдында абыройы артып, біраз сөздері жүріп, кәдімгідей жасамаған дүниелерін жасап. Дешам сияқты жүрсе болады ғой. 14 жыл жүрді, кәдімгідей нормально жүре берсін. Дешам өзі кеткенде де мысалға 4-ші орынға шығарып кетіп жатыр да. Жаман емес, былай қарап отырсаң. Қатарынан 3 әлем чемпионатында топ болды ғой олар. Топ кәдімгідей. Біреуін жеңді, біреуінде 2-ші орын алды. Бірақ Мбаппе енді коллекция жасалмай жатыр. Қола жетпей тұр ма? Күміс қола деген ше. Бұл мотивация 2030-ға. Таныс болам деп отыр ғой. Бәрін жинап неғып жіберем дейді ғой. Енді жігіттер ақырындап осы шығарым бітіре бастақ болады. Негізі осы шығарымда әлем чемпионатын керемет бір жаз болған сияқты. Жаздың бір жарым айын көріп шықтық. Әр кеш сайын теледидардың алдында қандай матч болады, не матч болады деген сияқты біз күтпеген жаңа құрамалар көрдік. Кабо Верде деген сияқты бір сюрприз бізге істеді. Норвегия қандай керемет результатқа жетті деген сияқты. Келесі енді бір үлкен қауымда кездескенше енді
жаңа айтқандай бір Португалия қайда болады? Ұлыбританияда Сол болады. кезде енді Еуропа бір чемпионаты, Зидан келеді деген сияқты Франция құрамасына Де Ла Фуэнте өз гегемониясын жалғастырмай ма, Англиядағы Тухель бір проклятие осы ала ма алмай ма деген бір сұрақтар көп болып тұр. Роналду қатыса ма мысалы Евроға? Ол да қызық сұрақ. Сияқты мен Сол ойымша бәле енді қатысатын негізі. 42-ке барып мен тағы да жеңемін деген сияқты бір ой бар сияқты. 43-те болады ол кезде. 43-те болып қалады. сөйтіп ол 43-те карьерасын аяқтап бірден бапкер кетеді ғой. Енді оны өзі білетін сияқты. Евроға барудың қажеті жоқ сияқты. Оған бір айтатын Барады ол. адам жоқ сияқты. Шыны керек, кім болса да мен Роналду ойнаймын десе, тағы да барады сияқты. Евро болсын, әлем чемпионаты болсын, білмеймін, өзі ойына Бірақ қойғаны дұрыс. қойғаны дұрыс енді. Жалпы дұрыс, бірақ енді қарасаң, қойсын дейік кім қазір Португалияда бас алатын? Рамуш па? Сондай бір 2 жылда бір шабуылшы шығатын шығар. Шығуы мүмкін, бірақ дәл қазір Ешкім жоқ қазір. Рамуш мысалы маған қазір келіп сұраса, Рамуш па Роналду десе, Роналду жүре берсін деймін. Алдағы 5 жыл бойында да Рамуш Роналдудан асып өсе алмайды ше. Жалпы мансабында асып өсе алмайды. Себебі сен ПСЖ-ға қанша 80 миллионға алады да кәдімгідей аванс береді. Сен негізгі құрамда Дембелеге ұтылып қаласың. Венгерге. Шабуылшы рөлін ше. Сен Миланға кетті, енді Миланда да шертеді ол ертең. Мен көріп жатырмыз енді ол бәр жағдайда. Бәлкім келесі әлем чемпионатында біз Мессиді, Роналдуны күтіп қалуымыз мүмкін деп отырмын. Негізі шыны керек, екеуі де шыққан жоқ та. Осы мен бітті деген жоқ қойып. Екеуі ресми түрде айтты. Месси да ресми түрде айтты. Шыны керек, сенемін екеуіне де. Қойсаңдаршы, екеуі деген ата болды ғой уже. Жоқ, олар ата емес, просто екеуінің эгосына қарап мен сенбеймін ше. Егер келесі әлем чемпионатына Месси мен барам деп жатса, Роналду карьерасын қайтадан возобновить етіп келесі сияқты. Егер ол барса мен не барам деген сияқты. Енді ол айтатын жағдай 4 жылдан кейін көреміз. Енді осы күнге қайтатын болсақ, осымен бәрін аяқтадық. Сіздермен болған футбол жолы YouTube арнасы. Арслан, Әлімжан, Есет келесі шығарылымда кездескенше біз осымен осы проектті, осы жобаны аяқтамаймыз. Келесі бір шығарылымда бәлкім топ лигада, бәлкім Қайраттың бір матчтарын талқылап жатамыз. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.